Сыңқ етіп тұрып толтырып алдық та. Майға түсіп кетсе ма? Адамды күйдірі. Мінекей біздің тарсанчик. Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода ауылда балық қуратын боламыз, яғни пештің үстінде. Менімен бірге болыңыздар. Неге қараңыздар, біз қазір бірінші пешімізді дайындап алатын боламыз. Бізде осындай ғана қар жатыр. Не? Басқа жердің бәрінде қар жоқ бізде. Неге себелеп қазір кішкене жауып тұр. Не? Осы қарға да қуанамыз деп па? Енді қазір пешімізге астындағы күлін шығарып, неге отындар жатыр екен, мұсырлар. Қазір астындағы отын шығарып, күлін шығарып, содан от жағатын боламыз, қазанымызды қойып. Далаға қазір балық пісіретін боламыз бірге. Неге осындай күл шығады. Тезек жаққан кезде осындай астынан күл шығаратын боламыз. Неге қалағымызбен барлығын осылай тазартып аламыз. Әйтпесе біздің осы күлдің үстіне жағатын болсақ, біздің пешіміз жанбай қалады. Неге біздің тарсанчик. Осы мен келін болып түскен кезде кішірек қана етеді. Қазір өсті, Аллаға шүкір. Тарсанчиктің что-то мойындары ағарып келе жатыр. Уже кәртетін уақыт келді. Тарсанчиктің ұясы мынау. Неге бізде тезек. Қазір қойдың бұл қиыннан осылай жасалынады барлығы. Қазір осыны уатып алатын боламыз. Яғни біз осы отынды тезектен, яғни және ағаштан жағатын боламыз. Екі бақырымызды да сыңқ етіп тұрып толтырып алдық та, енді апарып қазір жағатын боламыз осыны. Ал мінекей достар, біз балықтарымыздан ішек қарыннан тазартып, жақсылап жуып, осындай бөліктерге бөліп алдық. Мен астына ссылка қалдыра кететін болам, сол жерде балықты қалай тазалау керек, оңай тәсілмен бөліскемін. Және де балықты мен маринаттап, әсет пешке салып алған жерімде бар. Өте керемет, ол да дәмді болған, міндетті түрде көріңіздер. Мінекей ұнымызды да дайындап алдық. Және де отымызды жақсылап жағып жатырмыз. Мінекей тезегімізбен осындай керемет от жағып жатырмыз. Оның үстіне біз қазанымызды қойып, май құйып қойдық. Қызғанша біз осы бөліктерге бөлінген балықтарымызды ұнымызға екі бетін аунатып, дайындап алатын боламыз. Яғни бір салған кезде 5-6 кетеді, немесе 7 кетеді, 8 кетеді деген секілді ғой. Соларды дайындап, осылай жан-жағына қасына қойып қойсаңыздар, кейін май қызған кезде сала салғанға өте ыңғайлы болады достар. Неге барлығын осылай тазартып аламыз, дайындап қоямыз. Достар, және де менің арнамда көптеген басқа да рецепттер бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Тауықты тазартқанымыз бар, ішек қарын тазалағанымыз бар, және де қарынды керемет жуғаным бар. Өте керемет қызықты видеолар бар. Міндетті түрде көріп өтіңіздер. Ал мінекей майымыз қызды, оның үстіне осы балықтарымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Достар, астындағы отын өте норма жағыңыздар. Қатты жақсаңыздар күйіп кетеді. Жай жақсаңыздар біздің балығымыз майды сорып алуы мүмкін, сондықтан орташа жағамыз. Осындай шанышқы қажет болады. Екінші бетін осылай аударып шығамыз. Яғни бірінші беті піскеннен кейін екінші бетін осылай дәл осылай қызартып пісіріп алатын боламыз. Неге осындай қып-қызыл болып піскенде салып алатын боламыз. Майға түсіп кетсе ма? Адамды күйдірі. Біздің пеш қалай жинады, тіше айтыңызшы. Достар, мінекей қып-қызыл етіп, осы балықтарымызды қуырып аламыз. Және де достар, біздің пешімізге, қазанымызға мән бермеңіздер, себебі қазір қыс айы.
қыс айына қарамастан сіздерге осындай видео түсіріп жатырмын. Яғни біздің пешіміз жазда әппақ болып тұрады, өйткені жазда актеп қоямыз. Ал қазанымыз осы арнайы май пісіруге арналған, бір құлағы жоқ қара қазан деп аталынады аты. Сол себепті бұл арнайы тоқаш пісіруге, балық пісіруге арналған. Біз өте балықты көп жейміз. Балық бізге өте қатты ұнайды. Мінекей достар, піскен түрі. Осылай бетін жауып отырсаңыздар, өте жұмсақ қалпын сақтап тұрады. Ең соңында достар, біз балықтың бастарын салып пісіріп алатын боламыз. Ең әуелі астыңғы жағын қаратып осылай салып қоямыз, екінші бетін екінші қайтарып пісіріп алатын боламыз. Отбасымызбен жабылып отырып, осы балықтарды күннің суығына қарамастан далада пісіріп алдық. Біз өте балықты қатты жақсы көреміз, өте көп жейміз, және де отбасымызбен бірге жұбайым да көмектесті. Алла разы болсын, мінекей осындай керемет балық пісіріп алдық. Және де достар, осындай икраны, яғни балықтың ішінен шығатын икраларды бөліктерге бөліп, мінекей осындай миксерлесеңіздер осындай езіледі. Және де 2 жұмыртқамызды салып, яғни балықтың көлеміне қарай 2-3 жұмыртқа салынады, және тұзымыз салып осылай істеп қойдық. Енді осылай дәу немен бір қасықтан салып пісірсеңіздер де болады. Өзі ішіне түскендіктен бөліншектерге бөлініп кетеді. Және достар, бұны үйде пісіруге кеңес бермеймін. Өйткені қараңыздаршы, шашырап жатыр. Осы біздің икрамыздан өте көп атқылайды екен. Және далада пісірген өте ыңғайлы. Осылай бөліктерге өздері бөлініп, бөлшек болып қалады екен. Бұның дәмі сондай керемет достар. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Және де бір беті қызарғаннан кейін екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, тек жаңа қатты шашырағаны болмаса, бірақ өте дәмді болып шығады екен. Неке қараңыздар, осындай сап-сары болып пісті, және бірігіп тұр. Біздің табақымызға осылай салып барлығын пісіріп аламыз. Және де достар, біздің осындай далада пісірген балығымыз дайын болды. Өте дәмді, сондай керемет, ешқандай да балық қалмай қалды. Дәмі сондай керемет болған. Және де бүгін осындай ауылда видео түсіруді жөн көрдім. Ауылдың тыныс тіршілігімен таныстыру өте керемет отбасымыз. Аллаға шүкір, сау болыңыздар.